Пайғамбарлар деген тақырып екен. Бұл тақырыптың бүгінгі таңда жұмаларда айтылуы жайдан жай емес. Осы жақында ғана мен өзімде ол бағдарламаны көрдім. Сонда Түркістан, өзіміздің оңтүстік Қазақстан облысына Түркістан елін бәріміз білеміз ғой. Не шықса да Түркістаннан шығады ғой. Сол Түркістан жерінде бір кісінің, Нұрәлі деген кісінің сұхбат беріп, мен пайғамбар боламын дегенім жоқ. Құдай тағалам, көктегі Құдайым өзі менің таңдады. Мен әйтпесе пайғамбар боламын деп бас тартып едім. Мен сол құлшылық жасап тұрған кезімде дейді, ол кісінің өз сөзінде айтады. Төбемнен Құдай ұрды дейді. Ей құлым, Алланың дінін жеткіз дедім дейді. Сонда мен айттым дейді. Ай, Алланың құлы соңғы Мұхаммед пайғамбар, одан кейін пайғамбар келмейді. Мен жай Алланың құлы болсам, мен қайдан пайғамбар боламын десем, Құдай көкте тағалы оны айтыпты. Ей, көп сөйлеме, Алланың дінін жеткіз, Құранды қазақша елге, халыққа жеткіз. Халық Құранды арабша оқып, дел сал болып адасып жүр, олар қазақша оқысын деп, өздерінше жаңағы осындай өзін пайғамбармын деп халыққа, елге ұрандатып жүрген кісілер де арамыздан бүгінде шығып жатыр. Ол енді бұл таңғалатын дүние емес. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманында да жалған пайғамбарлар шыққан, біреу емес бірнешеу шыққан. Бір аятта 4 жалған пайғамбар шыққандығын айтады. Оның ең мәшһүрі Мұсайлиматул Кәззаб болған. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның соңғы сол хижри 9-10 жылдарда ол өзін пайғамбармын деп дауа қылып, тіпті пайғамбарымыздан келісімшартқа дейін барып, ей Мұхаммед, біз екеуміз келісейік, сен дүниеден өткеннен кейін пайғамбарлықты маған аманат деп тапсыр, сол пайғамбарлықты мен жалғастырайын деген, сонда екі жақты уәдалесіп, осы дінді біз кейінгі халыққа жеткізейік деген сондай жалған пайғамбарлар болған. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінен кейін ешбір пайғамбардың болмайтындығын, әрі пайғамбарлыққа тән нәрселердің қандай болу керектігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол уақытта айтып кеткен. Сонда сондай бір хадистерде келеді. Инна мәсәли ва мәсәләл әмбияи мин қалби кәмәсәли ражулин бана бейтан фа ахсанаху ва акмала илля мауضع لبين من زاوية من زوايا فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صدق رسول الله. Бұл хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: менен бұрынғы келген пайғамбарлардың мысалы менен менің мысалым, олар сәндеп үй соққан кісі секілді, яғни бір үйде тұрғызған кісілер секілді менен алдыңғы бұрынғы пайғамбарлар. Әр сол пайғамбарлар үйдің барлық жерін сәндеп тұрғызғаннан кейін оның бір кірпішін бұрышынан қалдырып кеткен сияқты. Сонда адамдар әлгі үйді айланып жүрген кезде адамдардың барлық таңғалады екен. Бұл кірпіш кімнің орны? Бұл неге кірпішті тастап кетті екен деп таңғалады екен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол пайғамбарлардың қалап салып кеткен сол зәулім сары үй болса, сол қалып кеткен кірпіш мен боламын, мен ақырғы пайғамбарлардың нүктесімін, ақырымын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осылай деген екен.